Hello guys, how are you doing? I'm really fine because I'm teaching you, I'm giving my education, my knowledge, yes? I'm still Ақмарал Кеңесқызы. Ағылшын тілі мұғалімін, I'm an English teacher. So today we are going to learn the most important and confusing words. Confusing, яғни адамды шатастыратын. Көп адамдар осыған келсе айтады, осыны да түсінбеймін дейді. Неге? Потому что бізде қазақ тілінде де орыс тілінде бар, қазақ тілінде ондай жоқ. Қазақ тілінде бізде жалғау негізделген. Яғни бүгінгі өтетін тақырып бізде prepositions. Prepositions қазақ тілінде қосымша сөздер негізі жалғаудың қызметін атқарады. Ның деген сияқты кете береді. Енді соны біз бүгін тікелей аудармасын қандай жалғаудың қызметін атқарады соны өтеміз. Бірақ та prepositionның функциясы өте көп. Оны жаттау міндетті емес, тек қана практика жүзінде қолдану арқылы біз оны әдетке, яғни қалыпты дүние ретінде оны қалыптастырамыз, жарай ма? Бірінші біздің ең атақты preposition бұл in. In бұл жабық орындардың алдында қолданылады, аударылады. Ішінде ында, инде, тате, даде деген жалғаудың қызметін атқарады. Бұл міндетті түрде жабық орындардың алдында қолданылады. Мысалы, in a flat, in an office дегенде да, in the class деген сияқты да. Сонымен қатар мемлекеттердің ауылдың, қаланың алдында қолданылады. Неге? Себебі әрбір елді мекеннің өзінің шекарасы бар, жабық орны бар. Яғни коронавирус кезінде байқаған жарыстарда біз бірде-бір қаланың ішіне елге бара алмай қалдық. Өз қаламыздан шыға алмай қалдық. Жауып тастады. Яғни не деген сөз? Бұл in Алматы, in Астана, in Ақтау, in Семей, да? Яғни ол жабық бәрі, сондықтан оның алдына in қоямыз. Немесе тағы бір жағынан түсіндіріп көрсетейінші сіздерге. Мен қазір тұрамда, мен кеттім Америкаға деп кетіп қала аламын ба? Немесе мен кеттім Өзбекстанға деп кетіп қала алмаймын. Маған не керек? Арнайы паспортымды дайындауым керек, құжаттарымды да, немесе виза алуым керек деген сияқты. Мені ешкім кез келген елге кіргізе алмайды. Ол жабық деген сөз. Окей? Яғни in бізде жабық орынды көрсеңіз, соның алдына қоямыз. Аударылады. Ында, инде, тате, ішінде деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз on. On түбегейлі ашық орындардың алдына қолданылады. For example, on the table. Table столдың үсті ашық. On the floor, еденнің үсті ашық. On the balcony, балкон бізде ашық болады, алдында айттым. Тағы не бар? On the computer, мысалы компьютердің үстінде тұратын болса, мен айтам on the computer, компьютердің үстінде. Яғни бізде on аударылады. Үстінде, ында, инде, даде, тате. Okay, next, at. At бұл жартылай жабық, жартылай ашық деп айтамын, чтобы түсінікті болу үшін, немесе жанында, айналасында деген сияқты мағынада қолданылады. Бұл бізде мысалы at the airport деп айтамыз. Әуежай бізде жартылай ашық, жартылай жабық қой, солай ма? Өзінің әуежайы бар, және де айналасында ашық орны бар, ұшақ қонатын. Сондықтан айтамыз at the airport. At school, мектепте сондай ашық өзінің ауласы бар, және мектепте айтамыз. At school. I study at school, немесе I'm at school, немесе I'm at home. Үйде сол сияқты өзінің ауласы бар, және де үйі бар да өзі. Үйдің өзі, ғимараттың өзі house, бүкіл бәрін айтқан кезде home деп айтамыз, okay? I'm at home. Немесе at the train station. Теміржол станциясы. То же самое. At the police station. Полиция станция. Немесе at the petrol station. Petrol station бұл заправка, да? Бензин. Қазақшасын білмейді. Білсеңіздер маған айтыңыздаршы. At the petrol station. Заправка. Келесі кеттік. Under. Under бұл астында. Мысал, under the table. Under the table, столдың астында. Next, behind. Behind бұл артында, менің артында, behind me. Үйдің артында, behind the house. Мұнда home деген қолданбаймыз, себебі house қолданамыз, ғимараттың артында тұр, да? Сондықтан айтамыз, behind the house, үйдің артында. Okay, behind артында. Next word is between.
between бұл ортасында деген мағынаны білдіреді. Ортасында, арасында. Енді мына жерге between ортасында, арасында деп жазыңызда, жақшаның ішіне жазып қойыңызшы. Екі зат немесе екі адамның ортасында. Көп адам емес. Тек қана екі зат, екі адам болды. Келесі кеттік opposite. Opposite қарама қарсы. Opposite маған қарама қарсы да. Opposite me маған қарама қарсы деген мағынаны білдіреді. Opposite the house үйге қарама қарсы деген мағынаны білдіреді. Next to. Next to аударылады қасында, жанында. Next to me менің қасымда, менің жанымда. Okay? Next word is over. Over деген сөзді қазақша тікелей аудармасын айтпай, мағынасы бойынша етен үсті арқылы деген мағынаны. Ал деген сонда да орысша нат деп аударылады, қазақша үсті арқылы. Қалай сонда? Мен айтам, не арқылы, диван арқылы мен аттап өтем ғой үстінен былайынан. I jump over the sofa. Яғни, мынаны үстінен былай аттап өткен кезде, соны over деп айтады. Жарай ма? I'm jumping over the sofa. Мен диванның үстінен былай немесе, the dog jumped over the wall. Не бар ғой? Дуал бар ғой? Неде шарбақтың несі? Ауладағы. Соның үстінен не аттап өтті деген. Over the wall. Менің шарбақтың үсті арқылы аттап өтті деген мағынаны. Үстінен аттап өтті деп айтамыз. Okay? Next, енді қозғалыс бойынша preposition. Movement of preposition. Okay? First one is from to. From to дегенді мен былай айтсам қызық болып естіледі. From наннен тантен to даде ғаде. Дым түсініксіз, иә? Мен сіздерге мысалмен айтайын. From Алматы to Астана. Алматыдан Астанаға дейін. From Алматы to Астана. Алматыдан Астанаға дейін. Немесе from 1 to 10. Бірден 10-ға дейін. Яғни from наннен тантен to-ға дейін деген сияқты мағынаны білдіріп тұр, иә? Немесе мен айтам, үйден мектепке шейін. From the house, немесе from home to school. Okay? Үйден мектепке шейін деген сөз. Next word is into. Into бұл аударылады ішке қарай, ішке деген мағынаны білдіреді. For example, I see Айдана. I can see Айдана. Айдананы көрдім. She is going into school. Немесе she is coming into school. Ол мектепке қарай кіріп баратыр. She is going into school. Ол мектепке қарай кіріп бара жатыр деген мағынаны білдіреді. Into бір жаққа қарай, ішке қарай. Next is out of. Out of керісінше сыртқа қарай. I'm going out of the bus. Мен автобустан шығып баратырмын. Немесе I'm going out of the house. Мен үйден шығып баратырмын деген мағынаны білдіреді. Okay? Next word is up. Up жоғарға қарай. I'm going up. Мен жоғарға қарай кетіп баратырмын. Немесе мен көтеріліп бара жатырмын. And down. Бұл түсу деген. Төменге қарай. Төменге қарай. I'm going down. Мен түсіп бара жатырмын. We are going down. Біз төмен қарай түсіп бара жатырмын деген сөз. Яғни кез келген сөзден кейін етістіктен кейін up немесе down болса, ол жоғары төменге қарай бағытталып тұрған айтады. Мысалы мен айтам, I look up. I'm looking up. Мен жоғарға қарадым. I'm looking down. Мен төменге қарай қарадым деген мағынаны береді. Okay? Мысалы, sit down деген бар ғой. Sit down біз не істейміз? Төмен қарай отырамыз ғой. Вот сондай мағынада қолданылады. Up жоғары, down төмен. Okay? So let's practice our prepositions with me, guys.